Қазақстанды қаузап бірден жүйкелеріңізге жүк түсіріп алмайық. Алдымен әлемді айтамыз. Коронавирустың кезінде шаруасы шатқаяқтап қалған дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 2010 жылы дабыл қақты. Әлемдегі 48,5 миллион жұп бала сүйе алмайды деп. Әр жұпта 2 адам барын есептесеңіз, естен тануға болады. Бүгін дәрігерлер сөйлегенде бүйдеді. Соңғы 10 жылда белсіздік пен бедеулікке шалдыққандар саны көбеймесе азаймаған. Көңілге қаяу салатын статистиканың ішінде Қазақстанда бар. Біздің елде жаңадан отау құрған отбасылардың 15% бедеу. Жыл сайын Қазақстанда кемі 350 адам бедеулік пен белсіздіктің шырмауына түсіп отыр. Әйел бедеу, еркек белсіз. Адамзаттың табиғатына жат ауру қайдан жұқты дегенге ғалымдар да жауап жалпы, пікір пішен, мысал мың. Соның бірі 80% қыз келіншектің бедеулікке шалдығуына жасанды түсік жасатуы себеп болған. Бірақ бәріне әйелдер кінәлі. Бөріктілер сүттен ақ, судан таза деуден аулақ ақ халатты мамандар. Уролог-андрологтар айтты, бұрын еркектердің белсіздігі 30-40% болса, қазір бұл қорқынышты статистика 50%-ға дейін жеткен. Бұл біздің елдегі ахуал. Толығырақ қазір сюжетте айтамыз, бекем болыңыздар. Санаға салмақ салатын сандарды айтқан сайын бәріңіздің көкейіңізде жалғыз ғана сұрақтың көлкіп тұрғанын білем. Неге бұлай болды деген. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандары салдарымен күресуді дәрігерлерге тапсырып, бедеулік пен белсіздік атты кеселдің себебін табуға бет алған. Әлсін ақпараттар айтып қояды. Ғаламторға жазылғанын мұқият қарадық. Ағайынға айтайық. Бедеулік пен белсіздіктің белең алуына тамақтану үрдісінің өзгеруі мен экологиялық факторлар көп әсер еткен. Ас суда немір бояғыштар, дәм күшейткіштер, химиялық қоспалар көбейді. Содан кейін адамзаттың бөлінбес бөлшегіне айналған микротолқынды пештер, компьютер, ұялы телефондар да бедеулікті асқындырып жіберген. Сондықтан ғалымдар ұялы телефонды қалтаға жақын ұстамауға, қуат көзі 5%-дан төмендегенде оны мүлдем қолданбауға кеңес береді. Білетіндер солай дейді. Ал біздегі ахуал қалай? Бедеулік пен белсіздіктің салдары мен себебін еркін съезді айтады. Біз көрейік. 60-70 байларды былай қойғанда, бүгінде 50 байларды да ілуді біреу естейтін болды. 40-тың 40-асы түгілі 30-ға жетпегендер белден кетіп, белсіз болғанын білгенде еңсеңіз. Белсіздікке апаратын себеп көп. Соның кең тарағаны жыныстық жолмен жұғатын түрлі инфекциялар. Дер кезінде дәрігерге бармағасын ауру асқына береді. Салдарынан орхид, простатит, уретрит, визикулит сынды қаптаған иттердің бірі етегіне жармасады. Сәйкесінше бұл аталық ұрықтың әлсіреуіне әкеледі. Кездейсоқ қатынастар болады. Инфекция жұқтыруы мүмкін. Мысалы, немен қорғаныс құралдары қолданғанның өзінде де инфекция жұқтыруы мүмкін. Жұқтырып алған инфекцияны ол білмейді, ода инфекция бар екен. Кейін олар үйленіп жатады. Үйленгеннен кейін көбінесе выкидыш, түсік тастау болуы мүмкін. Іштен өлі туылуы мүмкін. Мысалы, сондай жағдайлар болып жатады. Сосын сұрап жатады, қайдан, неден болды ол? Содан кейін тексеріліп жатады, ол кезде инфекциялар барын анықтап жатамыз. Экологиядан бөлек ерлер ауруының асқынуына қолымыздан түспейтін телефон мен гаджеттердің де үлесі көп екен. Сонымен қатар сыра мен темекіге әуестерде ілмекке ілінетіндердің әуелгісі. Қимылы аз, семіз еркектерде белсіздікке бейім. Өйткені ер адам семірген сайын тестостерон төмендейді. Ал монша мен саунаға жиі түсетін ерлерде ұрықтың сапасы кемей бередіміз. Біреуде сперматозоидтың количествосы 100 миллион болуы мүмкін. Біреуде сперматозоидтың количествосы 20 миллион болуы мүмкін, да? Енді қараңыз, 100 миллионы бар сперматозоидтың количествосы, ол баняға барған кезде жартысы өліп қалды деген өзінде, о да 50 миллион болады, да? Ол 50 миллион спокойно жетеді, ол, мысалы, бала көтертуге. Оның сперматозоидтары, активностары жоғары, да? Сол үшін, мысалы, әр кімге айтылады да, мысалы, сізге баняға баруға болмайды деді ма, значит, ол кісіге баняға баруға болмайды. Бәріне емес. Сонда бір жігіт екі рет үйленген, екеуімен де ажырасқан, үшінші әйел алған кезде, мысалы, өзін тексеріп, уже ойлаған, сол кезде ғана жеткенде, менен емес пе екен, осы екі әйелімде де көтермеді, осы өзін тексеріп бастайыншы деп, үшінші әйел алған кезде ғана тексеріп бастап отырды. Менталитетке байланысты ма, біздің еркектердің сондай бір намыс қой, сондай ұятшылдық болғанына байланысты ма, біздің еркектер көбінесе тексерілмейді. Максимально соңына дейін жүруге тырысады. Құрметті көрермен, бүгінгі тікелей эфирде өздеріңіз білдіңіздер. Мәселенің түйткілдің қаншалықты тереңдеп кеткенін. Бізден бір тілек бар. Сәби сүйгісі келген жандардың, отбасылардың барлығының ұлдары оншақты, қыздары моншақты болсын дейміз.